Uyalçaqlıqның екі түрі болады. Birincisi tuva bitken uyalçaqlık. Başqaша айтқанда кейіннен табылған игілікті қасиет емес. Адам баласына әубәстен тән қасиет. Мұндай ар ұятқа ие адам мінез құлықтың ең жоғарғы көрінісін көтеріледі. Allah Teala өзінің кейбір құлдарына табиғатында сондай қасиет дарытып қояды. Туғаннан ар ұятта адам күнәлі істерге бармайды, жиренішті іске жоламайды, және өз мінез құлқының жаман жақтарын көрсетпейді. Сондықтан да ұялшақтық жақсылықтардың бастауы, әрі иманның бір тармағы болып саналады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ұялшақтық, ар ұят иманның бір тармағы деген. Ақиқаттан сонда бір адамдар болады. Ол боқтамайды ғой, боқтауға ұялатын адамдар бар да. Кейбір адамдардың аузы свалка болады ғой. Ол сөйлесе сөйтіп сөйлейді, боқтап сөйлейді. Ол сөйле. Егер өйтіп сөйлемесе, боқтаумен сөйлемесе, оның сөзі ұқсамайды. Ол өте орыстардың грамматикасы мықты оқып жүрген адамда, орысшаны да сол боқ ауызбен толтырады. Ешқашан бір Пушкиннің, Лермонтовтың, немесе Толстойдың сөзімен сөйлемейді. Оны білмейді да ол. Бірақ анау бешіңне мына алқаштардың сөздеріне өздерінше бір мәдениет қылып, көше көйде отырып сөйлейтіндер бар. Жоқ, ол харам сөзі. Ал енді сен Пушкиннің сөзіне мейлі, орыстар да мұсылман болған, қазір да мұсылмандар көп. Сен Пушкиннің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам турасында айтқан өлеңдермен сөйлеш, онда бәріміз тән береміз. Алхамдулилlah. Lev Tolstoy'un İslam turusunda жазған сөздерімен сөйлеші. Alhamdulillah, тән береміз да. Қаяқтағы бір аузы сасық, сүлекей аққан бір алқаштардың сөзін сөйлешін. Кімге керегі бар? Туа біткен ұялшақтық бұл иманнан болады.